Жамбыл облысы, Шу ауданы. Сабақтың тақырыбы магнитті азимутты анықтау. Сабақтың мақсаты оқушыларға магнитті азимутты анықтау, көкжиек тұстары мен бағыттарын жергілікті заттары бойынша анықтауға жаттығу, үйрету. Оқушылардың компаспен жұмыс жасау қабілеттерін дамыту, оқушыларды отансүйгіштікке тәрбиелеу. Оқушылар нені білуі тиіс? Магнитті азимут және оны анықтау тәсілдерін, заманауи жерсеріктік навигациялық жүйелерінің сипаттамаларын білуі тиіс. Оқушылар нені үйренуі тиіс? Магнитті азимутты анықтауды, азимутпен берілген жерде бағыт табуды үйренулері тиіс. Анықтау үшін біріншіден бақыланатын затқа бетпен қарап тұрады да компасты бағдарлайды. Осы кезде магниттік мензердің солтүстік ұшы лимптің нөлдік бөлік белгісіне дәлме-дәл қарсы келуі тиіс. Екіншіден, компасты бағытталған қалпында ұстап тұрып, қақпақты бұрып, ойықтың көздеу тетігін өзіне қаратып, ал қарауылды бағдарланатын затқа қарай қою керек. Үшіншіден, қарауылдағы көрсеткішке қарсы бағыттағы лимп бойынша градустық санды оқиды. Және бұл анықталатын бағыттың магниттік азимуты болып табылады. Бағдарға дейінгі магниттік азимут 204 градус. Тұратын болса, онда тұру нүктесін жүріп өтілген жұптық адым саны жазылады. Содан соң кедергінің айналып өту, оның шекарасы бойынша жүргізіледі. Белгіленген бағдарға шыға отырып компас бойынша керекті бағытты анықтап алады да маршрут бұрылысының кезекті нүктесіне қозғалысты жалғастырады. Үй тапсырмасы. Бірінші, жергілікті жерде бағдарланудың мәні неде? Екінші, қандай заттар немесе объектілер жергілікті жерде бағдар бола алады? Үшінші, Адрианов компасының құрылысы туралы айтып беріңдер. Төртінші, азимут бойынша қозғалу үшін мәліметтерді даярлаудың ерекшелігі неде? Бесінші, азимут бойынша қозғалу кезінде кедергіні айналып өтудің қандай тәсілдері бар? Назарларыңызға рахмет.